Осылай түсіре берсең оларды сөйлеп бастайды. Так, қай аудан мынау айтыңызшы. Менке кеше ғана Батырқұжыновта болдым мен неге? Облыс әкіміне. Қай аудан десем, мыналар жауап бермейді. Айналайын, бүкіл дүние жүзінде барлық мемлекет құрушы ұлттың тілінде сөйлейді барлығы. Неме болды сізге? Айналайын, қай аудан? Мінеке қараңыз, кеше Батырқұжынов айтқан. Мен сіз айғайлап бұл жүйесі шаршадым. Мінеке Батырқұжынов айтқан, кеше облыс әкімінің орынбасары. Жауап береді деп қай аудан екеніне жауап бермей жатыр. Қай аудан, а? Қай аудан жауап бересіз ба? Мінеке қараңыздар, кеше мен Батырқұжыновта болдым, е? Качирский аудан, қандай аудан? Чуйте-надо, мінеке қараңыздар, чуйте-надо. Қараңыздар. Мінеке кеше больная деп қазақ тілінде сөйлеген үшін. Что хозяин страна? Маған қандай ауданда сатасыз? Қандай ауданның сүті? Ты мне говорила, что ты хозяин страна, правильно? Айналайын, сен айттың. Мен әрине, міндетті түрде хозяин страна, Я я. не понимаю тебя, извиняюсь. Аха, мінеке Батырқұжынов неме істеп отыр? Жақсы. Мінеке Батырқұжынов, мен сенде болдым, сен өтірік айттың 100%, я? Мінеке, қара неме істеп отырған. Қандай аудан екеніне жауап бергеннің орнына, мінеке, что тебе надо? Мінеке, қараңыздар. Мына қараңыздар, мінеке, қандай дөрекі сөйлеп тұр бәрі. Ну, берите, как... Уберите уже, куда вешать, убирайте. Я говорю, уберите. Лақтырып тұр, итеріп тұр. Мінеке, Ковалев, мынау делдал, посредник, ауылдан сүт алаттағы, мынаған СПК ақша бөледі, ауылдықтарға ақша бөлмейді, мынаған ақша бөледі Ковалевқа. А Ковалев қазақ тіліне қарсы, адамдар менеке қалай дөрекі сөйлеп тұр. Көрдіңіздер жаңа. Ты хозяин страна деп. Мен айтым, мен хозяин странамын, мемлекет құрушы ұлттың өкілімін. Сөйтіп айтқам, соған енді ол баяғысынша совет заманынша, я хозяин страна деп тұр ғой. Совет одағындай көріп тұр ғой.